Сәлеметсіздер ме? Менің атым Жаңылай Нұрлатқызы. Мен Саты ауылдық кітапханасының кітапханашысымын. Бүгін сіздерді ауданымыздың әсем табиғатымен және кітапхананың жұмысымен, сонымен қатар кітапқа деген сүйіспеншілігімізбен таныстырғым келеді. Бұл Көлсай көлі. Бұл тыныштық пен әдеміліктің мекені. Осы әдемілікті, әсемдікті көру үшін бізге шетелден көптеп туристер келеді. Бұл біздің өңірімізге көрік беріп тұрған Шарын шатқалы. Ауданымыздың табиғаты біздің жұмысымызға шабыт береді. Табиғаттың тыныштығы және әсемдігі кітапхана жұмысына жаңа көзқарас пен жаңа идея қосады. Кітапхана бұл білім мен ғылымның орталығы. Мұнда бізде кітаптар мен неше түрлі ресурстар бар. Біздің негізгі мақсатымыз оқырмандарға сапалы білім беру және олардың білімін арттыру. Әр кітап оқырманға тіркеліп, оның есепке алыну үшін арнайы формулярымыз бар. Біз әрқашан сапа мен тәртіпті сақтауға тырысамыз. Кітапханашылар тек дәстүрлі жұмыстармен ғана шектелмейді. Олардың жұмысын жақсартатын және тиімді жасайтын жаңа технологиялар және электронды каталогтар бар. Біздің кітапханамыз әлеуметтік желілерде де белсенді жұмыс істейді. Инстаграм парақшамызда кітаптар туралы ақпараттар, кітапхана жаңалықтары мен іс-шаралар туралы жариялаймыз. Кітапхана бұл жай ғана ғимарат емес, бұл әлемнің ашылмаған қақпалары. Біз оқырмандарымызды жаңа түскен кітаптармен таныстырып, білімдерін кеңейтулеріне әрқашан көмектесеміз. Саты ауылдық кітапханасы ғылымның, білімнің және кітаптың ордасы. Ал әр кітап жаңа әлемге саяхат.